Армысыздар, құрметті ұстаздар мен білім алушы жастар. Сіздермен бірге Талғар агробизнес және менеджмент колледжінің арнайы пәні оқытушылары Токаева Динара Ерлановна мен Атамқұлова Асель Артгалиевна. Бүгінгі онлайн тәрбие сағатымыз ұлттық валютамыз теңгемізге арналады. Ендеше төл теңге атты онлайн тәрбие сағатымызды ашық деп жариялаймыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышаны. Әнұран, ту және елтаңба сияқты ұлттық валютада мемлекеттік нышандардың қатарына жатады. Ұлттық валютамызды жасау елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жеке басшылығымен жүргізілді. Және мәселе бойынша жүргізілген барлық іс-шаралар құпия сақталынды. 1993 жылы 15 қарашада Қазақстанның теңгесі пайда болды. Теңгенің шығу тарихын баяндау үшін сөз кезегін бір зема тобының білім алушысы Нұрғозиева Жарқынайға береміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен білім алушылар. Бүгінгі біздің тақырып теңгенің шығу тарихы. Кез келген ақша сол елдің өткені мен бүгінін және болашағын айқындауға септігін тигізеді. Теңге тәуелсіз Қазақстанның кешегі күнінің айғағы, сенімді бүгініміздің дәлелі және де жарқын болашағымыздың кепілі болып табылады. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңгенің сан ғасырлық тарихы бар, бүкіл әлемге танытты. Қазақстан Республикасы 1991 жылы 16 желтоқсанда өз тәуелсіздігін жариялаған соң, еліміздегі экономикалық, саяси, әлеуметтік және мәдени салаларын дамытуда жұмыстар жасай бастады. Тәуелсіз мемлекеттің міндетті рәміздерінің бірі оның ұлттық валютасы болып табылады. Сондықтан 1992 жылдың 12 қаңтарында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен ұлттық валютаны дайындауға кірісті. Бірінші кезекте ақшаның аты қандай болады деген мәселе тұрды. Соған байланысты тарихшылардың, ғалымдар мен қоғам қайраткерлерінің, ақын жазушылардың көптеген ұсыныс пікірлері жинақталды. Нәтижесінде ұлттық валютамыздың атауы теңге деп тоқтатылды. Жаңа теңгелерді жасау үшін Тимур Сүлейменовтің басшылығымен суретші дизайнерлер командасы құрылды. Оның құрамына Қазақстанның атақты суретші дизайнерлері Меңдібай Әлин, Ағымсалы Дүзелханов және де Қайролла Ғабжалелов кірді. Оларға ерекше әрі өте жауапты жұмыс жүктелді. Банкноттық дизайн көркемдік жағынан алғанда эстетикаға сай, әрі алдағы уақытта оларды көптеп шығаруға барынша ыңғайлы болуы керек еді. Олар әлемдегі ең мықты деген валюталардың қорғаныштық қабілетін зерттеді. Теңге Лондондағы кәсіпорында небәрі 4 айда басып шығарылды. Мемлекет басшылығымен оны 1993 жылдың 1 қыркүйегінде шығару тапсырылды. Бірақ
ел үшін алдын ала көптеген маңызды міндеттерді жасау керек еді. Мысалы, қазақтың тарихы тым тереңде жатыр, және ұлы адамдарға да кенде емес. Ежелгі тарихымызда айтулы тұлғалар аз еместігі және тәуелсіздіктен кейін есімдері қайта жарыққа шыққан ел перзенттері ұлықтауға тұрарлық еді. Осы талаптар негізінде көне тарихымыздың жарық жұлдызы, әлем мойындаған ғұламамыз Әл-Фараби, қазақтың тұтас ұлт ретінде ұйыстырған Абылай хан, ақын Абай, күйші Құрманғазы, жыр сүлейі Сүйінбай және Ресей елі арасында байланыс орнатқан Әбілхайыр хан, қазақты орыс еліне танытқан Шоқан Уәлиханов сияқты бабаларымыздың портреттері бір ауыздан қабылданды. 1993 жылы 3 қарашада президенттің жарлығымен құрылған ұлттық валютаны енгізу жөніндегі мемлекеттік комиссия ұлттық валютаны енгізудің тұжырымдамасын дайындады. Бұл құжатта жаңа валютаның енгізілу мерзімі, тәсілі, жаңа валютаны айырбастау пункттеріне жеткізу мәселелері, айырбастау коэффициенті және басқа мәселелер айқындалды. Сонымен Қазақстан Республикасының валютасы теңге ресми түрде 1993 жылы 15 қарашада айналымға енгізілді. Ағымсалы Зейліханов есімді суретшілер. Олар алғашында теңге көпшілікке ұнау үшін долларға ұқсатып жасағысы келген. Кейін ол ойларынан айнып қалып, ұлттық валютамызға қазақтан шыққан ұлы тұлғалардың бейнесін қоюды жөн көрді. Алғашқы 4 теңгеміздің кескіндерін еске алып көрейік. 1 теңгелік купюраның бетінде Әл-Фарабидің суреті болды. 3 теңгеде Сүйінбай Аронұлы, 5 теңгеде Құрманғазы Сағырбайұлы, 10 теңгеде Шоқан Уәлиханов, 20 теңгеде Абай Құнанбаев, 50 теңгеде Әбілхайыр хан, 100 теңгеде Абылай хан бейнеленген болатын. Теңгенің ең алғашқы банкноттары Лондон қаласында, нақтырақ айтсақ, Кересін and Sons компаниясында басылған болатын. Кейін ол 4 ұшақпен 18 рейс жасау арқылы Қазақстанға жеткізілді. Бұл жұмыстар шамамен 1 аптадай уақытта орындалып бітті. Ал қазір қолданыста жүрген купюралардың сыртқы бетінде бұрынғыдай портреттер жоқ. Ерекшелігі сол, қазіргі теңге заманауи дизайны мен техникалық жасалуына байланысты 3 мәрте әлемнің ең үздік банкнотасы деген атаққа ие болды. Бұл 2011 жылы шыққан 10.000 теңге, 2012 жылы шыққан 5.000 теңге және күлтегін ескерткішіне арналып жасалған 1.000 теңгелер еді. Ұлттық валюта еліміздің даму көзі, әлемдік деңгейге теңдеудің алғашқы факторларының бірі. Ол барлық уақытта тәуелсіздігімізді қамтамасыз етеді. Алғашқы қағаз ақшалар Алматыдағы құнды қағаздар фабрикасында жасалынды. Соңғы 15 жылда 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20 теңгелер айналымға енгізілді. Банкноталарды таныстыру үшін сөз кезегін білім алушыларымызға береміз. 200 теңге. Негізгі бейнесі Қазақстан картасының контра алдыңғы жағында орналасқан. Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі үйі және астанасы Есіл өзені арқылы көпірді орналасқан берілуі. Артқы жағында Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі және жайлауы. Сол жақ төменінде оның жақ үстіндегі банктың номенклатура сандары берілген. Ал орта жақ төменінде орыс тілінде әріпімен белгісі орналасқан. Ортасындағы жоғарғы жағында Қазақстанның ұлттық банкі жазылуымен және Эмит банкінің логотипі басылған. 500 теңге. Негізгі белгілері басым түсі көк түсі, басым бейнелері тік. Орталық бөлігінде Астана Бәйтерек монументі бейнеленген. Банкноттың ортасында қара, көгілдір және көк жолақтарда ақ түспен Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні ноталарының фрагменттері бейнеленген. Оларға номиналдың цифрлық белгісі, контурының ақ сызықтары салынған. Бәйтерек монументінің сол жағында Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы көк түспен бейнеленген. Жоғарғы оң жақ бөлімде Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының бейнесі. Банкноттың төменгі бөлігінде қордың ашық алақаны бейнеленген. Төменгі оң жақ бұрышында тігіне номиналдың мемлекеттік тілдегі әріптік белгіленуі орналасқан. Мемлекеттік әнұранның ноталарының астында
Эмитент банктың мемлекеттік тілдегі атауы Қазақстан ұлттық банкі орналасқан. Қолданыстағы жауапкершілік туралы ескертетін мемлекеттік тілдегі банкноттарды қолдан жасау заңмен қорғалады деген жазу бар. Негізгі бейнесі Қазақстан картасының контуры, алды жағында президент мәдени орталығының үйі, арт жағында тала, сол жақ төменде және оң жақ үстінде банкнот номиналының сандық белгісі орналасқан. Ортасында жоғарғы жағында Қазақстан ұлттық банкінің жазуы және эмитент банкінің логотипі басылған. Жоғарыда ортасында подделка банкнот преследуется по закону деген орыс тіліндегі жазу сол жақ бұрыштың жоғарғы жақ бұрышында орналасқан. Бет жағы басым түсі қою және ақшыл жасыл, басым бейнесі тігінен, орталық бөлігінде Астана бәйтерек монументі бейнеленген. Банкноттың ортасында қою жасыл және ақ және көк жолақтарымен Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұраны ноталардың фрагменттері ақ бейнеленген. Ол келген номиналдың сандық бейнесі контуры ақ сызықтармен жүргізілген. Сырт жағы басым түсі қою және ақшыл жасыл, басым бейнесі көрінбеу. Негізгі бейнесі Қазақстан картасының контуры, алдыңғы жағында Алматы қаласының Абай атындағы опера театры, арт жағында Тау өзені. Төменгі сол жақ бөлігінде және жоғарғы оң жақ бөлігінде банкноттың номиналдық сандарының белгісі. Ал төменгі ортасында орыс тіліндегі әріптік белгі орналасқан. Жоғарыда ортасында Қазақстан ұлттық банкі жазуы және эмитент банкінің логотипі басылған. 5000 теңге, бет жағы басым түсі күрең қоңыр қызыл, басым бейне тігінен. Орталық бөлігінде Астана бәйтерек монументі, ортасында Қазақстан Республикасының әнұраны нотасының фрагменттері орналасқан. Бәйтерек монументінің сол жағында Қазақстан Республикасының елтаңбасы, жоғарғы оң жақ бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалауының бейнесі. Банкноттың төменгі бөлігінде ашық алақан бейнеленген. Негізгі бейне Қазақстан картасының контуры, Алматы қаласында орналасқан тәуелсіздік монументінің жоғарғы тұсы. Қазақстан қонақ үйі артқы жағында таулар. Төменгі сол жақ бөлігінде және жоғарғы оң жақ бөлігінде жазуы және эмитент банктың логотипі басылған. Жоғарғы ортасында Қазақстан ұлттық банкі жазуы. 10.000 теңге. Негізгі бейнелер. Банкноттан оң жағында қазақ елі монументі және төменгі бөлігінде ортада ұшып жүрген кептердің бейнесі бейнеленген. Жоғарғы бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары бейнеленген. Мемлекеттік елтаңба мен мемлекеттік ту. Сол жақтың төменгі және жоғарғы жағында номиналын цифрлық бейнелеу басылған. Сол жақтың ортасында номиналдық мемлекеттік тілдегі әріптік белгіленуі жазылған. Қазақстан ұлттық банкі деген жазу сол жақтың жоғарғы бұрышында орналасқан. Оның үстінде қолдан жасағаны үшін жауапкершілік туралы ескертетін банкноттарды қолдан жасау заңмен қудаланады деп жазылған. Сырт жағында суреттер негізінен көлденең орналасқан. Негізгі бейне Қазақстан Республикасы президентінің резиденциясы Ақорда. Артқы көрінісінде Қазақстан картасының пішіні салынған. Сол жақтың төменгісінде, оң жақтың жоғарғысында және оң жағынан ортаға қарай банкнота номиналының цифрлық белгіленуі. Ал төменде ортасына қарай орыс тілінде әріптік белгіленуі орналасқан. Жоғарыда ортада Қазақстан ұлттық банкі деген жазуы басылған. Сол жақтың жоғарғы бұрышында ақ түсті бос орында қолдан жасағаны үшін жауапкершілік туралы ескертетін подделка банкнот преследует по закону деген жазу орналасқан. Білім алушыларымызға қоятын бірнеше сұрағымыз бар. Төл теңге біздің авторлары кімдер? Теңгенің қорғау дәрежесі қанша? Ұлттық валютаның ерекшелігі неде? Осы сұрақтарға жауап бере аласыңдар ма, балалар? Төл теңгеміздің авторы Тимур Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағымсалы Дүзелханов, Қайрауа Әбдіжаппар. Рахмет.
Ұлттық валютаның ерекшелігі неде? Ұлттық валютамыздың ерекшелігі екі тілділікте болып келеді. Рахмет. Банкнот фабрикасы қай қалада ашылды? Банкнот фабрикасы Алматы қаласында ашылды. Бүгінгі тәрбие сағатынан ұлттық теңгенің жалпы тарихымен, оның маңыздылығын, қай уақыттан бастап айналымға шыққандығын, оның төл авторларының өмір тынысымен, алғашқы банкноттар жайлы толық мәліметтер келтіре отырып, көптеген деректерге қанық болдыңыздар. Ендеше құрметті білім алушылар, төл теңге атты онлайн тәрбие сағатымызды осымен аяқтаймыз. Қатысқан барлық білім алушыларымызға алғысымызды білдіреміз. Көріскенше күн жақсы, аман сау болыңыздар. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз.